Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін муссовый торт жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Аз-аздап шекерімізді салып, жұмыртқамыз ағарғанша миксерлейтін боламыз. Ағарған соң ұнымызға какао және де разрыхлитель салып, араластырып, екіге бөліп салып миксерлейтін боламыз. Жылы сүтімізге сұйық майымызды салып миксерлейміз. Қалған ұнымызды салып лопаткамен араластыратын боламыз. Массамыз бір келкі болғанша араластырып, формамызға құйып қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Желемізге салқын суымызды құйып, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Желе өзіне суды сіңіріп алу керек. Енді ортасындағы суфлесін жасайтын боламыз. Қаймағымызды, сүтімізді, шекер саламыз и какаомызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болған соң, жаңағы желатинімізді микроволновка көмегімен ерітіп құйып, тағы да араластырып аламыз. Суыған бисквитімізді қойып, үстінен формочкамен осылай қысып аламыз. Сосын жаңағы дайын болған суфлені құйып, холодильникке 20-25 минутке қоямыз. Енді бүтіндегі ақ суфлесін жасаймыз. Бұған сүт, қаймақ және шекерді салып араластырып, желені салып араластырамыз. Қатқан суфленің үстіне қайтадан құйып, тағы да 20-25 минутке холодильникке қойып қоямыз. Қатқан суфленің үстінен шоколадты ерітіп, жағып шығатын боламыз. Шоколадымызды жағып болған соң, холодильникте кемінде 2-3 сағаттай тұру керек. 2-3 сағат өткен соң, формочкасын айналасын пышақтың көмегімен айналдырып, кесіп шығатын боламыз. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.